Ал жігіттер, бүгін енді бағдарламамызда осы әскери өмірдің қызықтары туралы көрерменге жақынырақ жеткізейік. Әсіресе әскер қатарында жүріп өткізген оқиғалар естен кетпейді дейді өзі. Жаңа 11 жыл оқыған достарыңыз айтып жатсыңдар өздеріңде. 11 жыл бірге оқыған сыныптасыңнан 1 жыл бірге әскер қатарында қызмет еткен қарулас досың мәңгілік болады деген секілді. Енді бүгінгі бағдарламамызда осылай әскери өмірдің бір жаңа жыл бағытын жастардың көзқарасымен қалың көпшілікке таныстырайық. Қымбатты көрермен, амансыз ба? Сіздермен бірге Түркістан телеарнасы Ойхап подкасты. Бүгінгі хабарымыздың негізгі тақырыбы жалпы республикамызда ең өзекті мәселелердің біріне айналған. Дәл осы әскер қатарындағы жалпы біздің жастарымыздың, қазіргі жас сарбаздардың осы әскерге баруға немесе бармауға не түрткі болуы мүмкін, себебі неде? Дәл осы бір сауалға біз енді бүгін жаңа буынмен бірге осы сауалдың жауабын іздеп көрейік. Олай болса бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныстырып өтейін. Дәл қазір менің жанымда отырған Қажытаев Айбол мырза, мемлекеттік күзет қызметінің офицері, арнайы әскери маман. Ал одан кейін дәл қазір осы ортамызда тұрған жалынды жас Данияр Бабашев өзі әскерге барғысы келетін біздің дарынды жастардың бірі, және дәл осындай бір өзінің әскери қызметтегі қызметін абыроймен өтеп, бүгінде өзінің жеке кәсібін жүргізіп отырған Түркістан қаласының азаматы Нұрбақ Балтабай. Ендеше құрметті жігіттер, қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді көргеніме қуаныштымын. Ең алдымен жаңа жоғарыда айтып өткендей, қазіргі таңда білмеймін, жастардың осы бір әскер қатарына баруға деген ниетінің, құлшынысының болмауы, бұл тіпті мемлекет басшысының өзін толғандырып отырған мәселелердің бірі. Енді осы тұста Даниярға риза болып отырмын. Данияр өзі сұранып әскерге барғысы келіп жүрген. Данияр, бұған не себеп болды? Осы 1 жылдан бері әскерге барғым келеді, және де әскердің ішіндегі осы СГО деген сала бар. Президент күзеті. Осы соны 1 жыл бойы іздестіріп, сұранып, былай тиктоктан, инстаграмнан көріп жүргеніме осы 1 жылдай болды. Осы Құдай қаласа енді осы арманыма жетем деген ойдамын. Демек, сенің арманың осы әскери бағытта қызметкер болу, солай ма? Осы жақта жұмыс істеу, еңбегімді сіңіру, осы жақтан. Енді жаңа өзің айтып кеттің, әскери бағыт, оның ішінде жаңа СГО деп айтады, қалың көпшілік арасында. Бұл мемлекеттік күзет агенттігі, солай ма? Қызметі. Енді дәл осы саладан біз арнайы маман шақырып отырмыз. Айбол, қош келдіңіз ең алдымен Түркістанға. Біз жаңа танысу барысында біліп отырмыз. Айбол негізі шығыстың тумасы, бүгінде Алматы қаласында қызмет атқарады. Түркістанға өзі арнайы қызмет бабымен келген екен. Енді Айбол мырза, осы ретте біздің Данияр секілді осындай бір бағытқа, әсіресе мемлекеттік күзет қызметіне қызығатын жастарға нені білуіміз керек? Жалпы бір арнайы науқан жүріп жатыр екен, осы жайында. Мемлекеттік күзет қызметінің қатарына мерзімді әскери қызметке іріктеу осы 2 наурыздан 10 сәуір аралығында іріктеу басталды шақырушыларды мерзімді әскери қызметке. Сол іріктеу арасында жаңа Даниярдың көзге түсіп, өзінің жаңа білімімен, бойымен, спорттық дәрежелерімен көзге түсті. Өзіндік бір критериялар бар, е? Өзіндік бір критерия бар. Таныстырып өтсек. Талаптар бойынша үміткерге қойылатын жасы 18 жастан 27 жасқа дейін болу керек, бойының 180 сантиметрден төмен болмау керек, жоғары болса тіпті жақсы. Және бірінші қойылатын талаптар жаңа білімі жоғары, спорт шебері немесе үміткер болған жағдайда оны ең бірінші очередьте алып кете аламыз. Демек, спорттық ептілігі маңызды, бойының ұзын болуы маңызды, және білімнің жоғары болуы маңызды. Маңыздыға грант ұтып алуға мүмкіндіктері бар. Әскер қатарында жүріп те, е? Жүріп те. Дальнейшем жұмыс, болашақта жұмыс істеп қаламын дейтін болатын болса, келісімшарт бойынша әскери қызметте немеге толыныстарға отырып, ары қарай өзінің карьерасын қойып, жоғары лауазымдарға отырып, офицерлік лауазымды алса болады. Менде мысалы өзімді айта кететін болсақ, 2012 жылы республикалық ұлан қатарына шақырылып, 2014 жылы президенттік күзет қызметімен республикалық ұлан қосылу арқылы СГО мемлекеттік күзет қызметі қалыптасты. Сол қызметте қызмет атқарып, өзімді көрсеттім десем де болады. Сол офицерлік должностьқа отырып, алғашқы офицерлік шенімді алдым. Сол секілді әрбір шақырылушы мерзімді әскери қызметшінің өзінің алға қойған мақсатына қойып, офицерлік должностьқа отырып, әрбір сарбаздың айтады ғой, генерал болу армандамайтын сарбаз жоқ. Сол генерал болуға өзінің мүмкіндіктері бар. Түсінікті. Ал енді Данияр, сен қазір қай жақта студентсің, қай жақта білім алып жатсың? Халықаралық меймандостық университеті.
Түркістан қаласында ашылған жаңа енді туризм университеті. Иә, туризм университеті. Ол жақта спорттық бағытта білім аласың ба? Иә. Фитнес саласынан мамандық алып жатсың. Мамандық алып жатырмын. Енді Айбол мырза айтып кетті, қандай да бір спорттық жетістігі болу керек, немесе бір спортқа бұрын шұғылданған деген секілді. Қай спорт түріне жақынбыз? Бокстан, таеквондодан, КМС бар, баскетболдан. Баскетбол да бар. Иә, баскетболдан осы Түркістан облысының сборныйында, және де Жетісу облысында легионермін осы жақта. Демек, кәсіби карьераң да бар. Иә, бар. Бәрекелді. Айбол мырза қалай, талапқа келіп тұр ма? Әрине келіп тұр. Тамаша. Ал енді келесі кезекте біз Нұрбақ есімді қонағымызбен тілесек, Нұрбақ тағы да қош келдіңіз дейміз. Енді Даниярды көріп, өзіңнің бірнеше жыл бұрынғы өзіңді көріп отқан шығарсың? Иә, әрине. Қазіргі уақытта осындай жас талантты балдар армияға баруға, жалпы өмірлік, қалай айтсам болады, өмірлік сабақ алуға үлкен үлес қосатын нәрсе. Негізі көптеген балдар өзінің болашаққа деген мақсатын дұрыс қоя алмайды, және де басқа да өзіне жауапкершілік алғысы келмейтін жастар өте көп. Сөздің ашығын айтқанда. Қазіргі Айбар бауырыма әскерге барам дегенде мен қуанып отырмын. Осыдан 2-3 жыл алдын мен де осы Айбар сияқты, бауырым сияқты мен өзімді талпынғам баруға. Бірақ бізде қандай бала болса да, жалпы әскери президенттік охрана деген барлық баланың арманы негізі бару. Енді әркімнің өзінің бағыты бар. Қай қалауға барағысы келеді, сол қалауға барады. Ешкімді қинау жоқ қазіргі уақытта. Мемлекетті қорғау, отанды қорғау баршамызға борыш. Баршамызға борыш. Негізі көп балдар армияға барып ұрады, соғады деген нәрсе көбінің ойында қалыптасып қалған сол нәрсе. Негізі қазіргі таңда бұрынғы кездер емес. Қазіргі таңда бүкіл нәрсе армияда бүкіл жағдайын жасалған. Даже өзіңнің үйіңнен артық десем де болады. Таза киім, біріншіден, уақытылы тамақ, таза жүресің, өзіңнің денсаулығыңмен режим, жалпы көп нәрсе айта берсең өте көп. Демек, әскерге барудың ешқандай зияны жоқ негізі. Зияны жоқ, артықшылығы болмаса. Ойды. Ал енді Нұрбақ, сенің әскерге бару оқиғамен танысайықшы. Жалпы өзіңнің жаңағы осындай өзің қалауыңмен бардың ба, немесе арнайы шақырту? Мен әскери айтсам болады, 18 жасыма толмай бардым мен. 2 күн қалғанда. Сонымен мені қайтарып жіберді. 18-де толасың, үйіңізге повестка жібереміз, потом келесіз деп. Бардық. Қалай айтсам болады, негізі қазақ ырымшыл халық қой. Дұға тілегімді жасап, жұма күні. Жұмадан кейін шығып, әскери жіберуші военкоматқа бардық. Барып, регистрация өтіп, қазіргі Кентау қаласында областной военкомат деп айтылады ғой. Сол жаққа барып, 2 күндік бастама дайындалып, сол кезден бастап әскери өмір жайлап сезіндік. Азанда ерте тұру, жіберу деген сияқты. Қай жақта қандай бағытта қызмет атқардық? Мен Астана қаласында арнайы мақсаттағы бригадада служба еттім. 68-665 әскери бөлімінде әуе шабуылына қарсы қорғаныс батареясында наводчик. Демек, десантсыз бұсыз? Иә. Жалпы десанттықта, басқа да салалармен үйретілген жағдайымыз бар әскери бөлімде. Бәрекелді. Енді жігіттер, сіздерге ортақ сұрақ қояйын, енді әсіресе Айбол мен енді Нұрбақ, өздеріңіздің тәжірибеңізге жауап берсеңіздер. Біздің әскери қатарына барып келген достарымыз бар, айналамызда. Мен өзім әскери қатарында болмадым. Енді жасырмай қояйын. Ал енді маған қызығы сол, әрбір әскерге барып келген, жаңағы бөлімдер бар емес пе? Жаяу әскерлер, құрлық әскерлері, жаңағы теңізде әуе күштері, жаңағы мемлекеттік қызмет күзет деген секілді. Енді ішінде әр бөлімнің өзінің бір мақтанышы бар. Маған сол нәрсе қызықты. Әр әскери бағыт өзін біз мықтырақпыз, біз маңыздырақпыз деп ойлайтын емес. Әркімнің өзінің ұраны бар деген секілді, солай ма? Әркімнің өзінің бір абыройы бар өз деңгейінде. Ерекшеліктермен таныстырып кетейікші. Енді бізде мемлекеттік күзет қызмет қатарында қызмет еткенде ең бірінші біздің міндетіміз президентіміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Одан кейінгі өздің күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын,
эталондары, жаңағы Қазақстан Республикасының елтаңбасын, рәміздерін күзету, қорғау. Ол біздің міндетіміз. Одан кейін өзіміздің әскери бөлім болсын, мемлекеттік күзет қызметінің бөлімшелерінің өзінің әрбір бөлімшенің міндеттері бар. Мысалы, рәсімдік ротасын айтатын болсақ, рәсімдік ротасы мемлекеттік маңызы бар рәміздерді, елбасыларын, президенттерді келген кезде күтіп алу дегендей. Демек, президенттер келген кезде деген арнайы кортеж бар ғой, жүріп өтетін. Сол жерде жүретін қызметте жүрген сіздер ғой, Біз, Ол күзететін тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сол ең бірінші біздің міндетіміз. Протоколдық мероприятие дейді ғой, іс-шараларды, ресми жиындарда, ресми іс-шараларды жүргізу біздің міндетіміз болып есептеледі. Демек, сіздер басқа тек қана біздің емес, жалпы басқа мемлекеттің президенттерін де күзетеміз, егер елімізге келіп жатса. Түсінікті. Ал Нұрбақ, сіз не деп мақтанар едіңіз? Қазіргі таңда әскери бөлімнің неше түрлі өзінің бағыты бар. Жаяу әскерлер, теңіз әскерлер, әуе шабуылдық, десанттықтар. Әр қайсының, мысалы, десанттық әуедегі бағыты жауап береді. Жаяу әскер жер бетіндегі бағыты жауап береді. Теңіз әскері теңіздегі бағыты жауап береді. Әр салада әр нәрсенің өзінің бағыты бар, маңызы бар. Бүкіл адам, қайтсам болады, жалпы Түркістан деген сияқты қалалар болады, жалпы жан-жақта. Бір жерде теңіз бар, бір жағында жаяу әскер, бір жерде әуе шабуылына қарсы. Қандай бізге, мысалы, шабуыл жасаған жағдайда әр қайсы өзінің бағытымен жұмыс жасап, бірлікпен жеңуге болады. Демек, топшылап айтқанда, елімізге енді Құдай сақтасын, әуеден келген, судан келген, жерден келген барлық әскерді... Барлық қаланың өзінде бір функциялары болып тұрады. Әр қаланың өз функциясы дұрыс. Нұрбақ, енді мынандай сұрақ туындайды, енді кеше әскер қатарында болдым деп жатсыз, 18 жасыңызда, көрген істей өте шықты, өзіңіздің керемет естеліктеріңізді айтып отырсыз. Ал енді сол әскер қатарында үйренген жаңағы қызмет, әскери айлалар, жаңағы үйренген әдістеріңіз есіңізде ме әлі? Әрине, әлі есімде. Арнайы қарулар берсе қолдана аламыз ба? Әрине. Ұмытқан жоқсыз? Ұмытатын нәрсе емес ол. Менің бір жылдық уақытым жаңа дайындалу, білу, үйрену бір мақсатта барғанбыз негізі. Ол жаққа әшейін уақыт өткізіп, бір жыл уақытын өткіземін деп бармайсың. Жаңағыдай ертең Құдай сақтасын, бізге келіп қалған жағдайда біз білуіміз міндетті. Демек, ешқашан ұмытпайсыз да оны? Ұмытпаймыз. Енді бұрындар ағаларымыз әскерден кезде, әскердің өмірінің режимінен шыға алмай жүреді бірнеше уақыт. Нұрбақ, сен қанша уақыт жүрдің? Ерте тұрып, жүгіріп? Сөздің ашығын айтқанда бір апта көлемінде негізі. Енді ол жақта әскерде күнделікті өзің тірлігін жасайсың ғой. Азан тұрасың, жүгіресің, өзің төсек орын жинайсың, заптырыққа барасың деген сияқты. Бұның бәрі қарап тұрсаң, дені сау адам істеу керек тірлігі негізі. Дені сау адам тірлігі істеу. Самостоятельно, қалай айтсаң, өзіңе құрмет қой, өз-өзіңе құрмет. Енді бір аптадан ішіне жаңағыдай бәрін тастап кеттім деп айта алмаймын, әлі де ол нәрсе бойымда бар. Жалпы әлі де қолданамын көп нәрсені. Ал егер жаңағыдай сұрақ қояйықшы, қазіргі таңда көп қыздардың да қоятын талабы сол жігіттерге жаңағы өз-өзіне қызмет ете алмайды дейді. Өзінің киімін жуу, өзінің жатын орнын таза ұстау деген секілді нәрселер. Демек, ол жақтан да барып үйреніп кеткен жігіттер болған шығар, жан-жақтан келген. Әрине, енді 18 жасқа дейін біреу ата-анасының баласы болды. Ата-анасының енді әр үйдің өзінің еркесі болады ғой, өзің ашығын айтқанда. Ол жаққа келгенде, қалай айтсам болады, сержант, офицер дегендер бар ғой, мысалы, ол кісілерде оңай емес істеген тірліктер. Ол кісілердің міндеттері бәрін, ойындағысын білгенін үйрету жас сарбазға міндеті. Үйретеді, білесің, көресің. Жалпы ол нәрсе, қалай айтсам болады, өмірге деген, өзіңе деген қажеттілік нәрсе ғой ол нәрсе. Енді ешкім қасында мәңгі жүрмейді, ол өзің білуің міндетті. Әр нәрсені істеу, білу, көру, үйрену. Адамда талпыныс болса, бәрін үйреніп кетуге болады. Түсінікті. Данияр, енді келесі кезекте сенен сұрайықшы, жалпы өзіңнің сыныптастарыңда, немесе өзіңнің курстас достарыңда осындай әскер қатарына қызығып жүрген, немесе әскерге барғысы келетін жастар қалай? Бар ма өз айналаңда?
мен өзімнің кругым бар ғой, ортамдағы 3 бала болып өзіміз осы 1 жыл бойы осы СГО-ға не істеп көргенбіз. Дайындалып, тренировка жасап, арнайы осы. Ол жерде испытание деген нәрсе бар. Турник деген сияқты барғаннан кейін барып, соған дайындалып осы жүрген. Бір жігітіміз басқа жаққа, Пагранға кетті. СГО-ға қарай 2 өзіміздің ортадағы 2 жігіт. Осы дайындалып, қазіргі таңда документтерді жинаумен айналысып отыр. Түсінікті. Ал енді Айбол мырза байқап отырсыз ба, мысалы Данияр секілді жаңа заманның жастары ғой, енді әлеуметтік желіде көріп, жасыратым жоқ, бәріміздің де алдымыздан шығып тұрады. Әсіресе осы сіздер қызмет атқаратын бағыт былайша айтқанда брендке айналды. Барлық жастардың арманына айналды деген секілді. Демек, мынау негізі кейде әскери өмірдің осындай бір жақсы тұстарын, тиімді тұстарын, мысалы жаңағы Нұрбақтың өзі қаншама тигізген жақсы пайдасын айтып жатыр. Кейде осы әлеуметтік желімен көбірек бөлісу керек сияқты, қалай ойлайсыз? Иә, негізі көп жастар негізі былайынан қарап отырсақ, СГО туралы барлығы сол желі, әлеуметтік желілер арқылы бізде әскері бар екен, сол арқылы ғана біледі. Негізі әлеуметтік желі арқылы тарату керек сияқты деп ойлаймын. Оның ықпалы зор. 21-ші ғасырда бәрі сонымен бірге дамиды ғой. Енді дамыған заманда информационный ақпараттық заманда, әрине. Мысалы өздеріңіз солай білдіңдер, бәріміз. Негізі отбасында әскери адам бар ма? Отбасында әскери адам бар ма негізі сенен басқа? Болған немесе? Жоқ. Менің әкем Белорусияда осы служит еткен. Сол кездері сонда елдерге жіберетін болған ғой. Негізі туған нағашым осы салада жұмыс істеген. Осындай жұмыс істеп, өстіп осындай соған қарап өстік. Қаншама жыл жаман болған жоқ. Жас кезінен бастап осы жаққа қарай кетті. Қазіргі таңда жұмыс істеп осы пенсияға шықты. Зейнеткер атанды. Сол кезде саған үлгі болды? Үлгі болды, әрине. Түсінікті. Ал енді жігіттер бұрындары өзіміздің достарымыз, сыныптастарымыз әскерге барып келгеннен кейін қызығын айтып кете алмайтын еді ғой. Таңға жалғап, күнде әртүрлі оқиғасын айтып. Енді біздің бағдарламамыздың да өзінің бір шектеулі уақыты бар дегенмен арасында осы әскердегі бір қызықтармен бөлісіп отырсаңыздар. Әрбір күн, әрбір сәт ерекше шығар, енді ерекше бір оқиғалар дегендей. Мынандай әскерде мен просто өзімнің жас болашақ сарбазға деген ақыл ойымды айтып кете салайын. Қазіргі тақта. Тәжірибемен бөлісіп. Негізі қазіргі әскерге барғанда болашаққа мақсатыңды өзіңе дайындайсың. Қалай айтсам болады. Үлкен белестер бірден келмейді. Жайлап осы пәстен басталады. Бірінші өз-өзіңе құрмет. Өз-өзіңе құрметпен қарау, ол біле тулмайды. Ол үйренумен тулады, ол нәрсе. Жаңағыдай таза киім, таза киіну, уақытлы тамақ ішу, уақытлы ұйықтау, оның өзі үлкен тәжірибе негізі. Ол нәрсені қазіргі уақытта әскери бөлімде үйретеді. Бір, қалай айтсам, бір оружие ала салайық. Қару. Қаруды жинап шашудың өзі үлкен еңбек. Ол нәрсе әкелді, аша салам деген нәрсе емес. Оның өзі 2-3 ай, 2-3 ери, может 4-5 айға дейін кететін, үйрену үшін уақыт кетеді. Процесс кетеді. Оның көбісі ойлайды, ой, әкеле салады, мен шаша салам, мен үйте салам, бүйте салам. Ол нәрсе үлкен еңбекпен кететін нәрсе да. Сосын және наряд деп айтылады. Қазіргі көп солдаттар 1 жылдық уақытында әшейін өткіземін деп ойлайды. Негізі ол нәрсе қате ойлаған. Ойлау қабілеті өте таяз адамдар ол нәрсе. Әскерге барсаң, жарайды, наряд 24 сағат тапсырылу керек. 24 сағатта сен ұйықтамай, өз-өзіңе серт беріп, мен осындай бір 24 сағат шыдаймын. Жаңағыдай, бөтен біреу кіріп кетпеу керек, басқа бір нәрсе істемеу керек деген сияқты өзіне мақсат қойса, сол кішкентай мақсаттың өзі, 24 сағаттық мақсаттың өзі үлкен белестерге жеткізеді негізі. Демек, өз-өзіңе уәде беріп, сол уәденің үдесіне шыға алсаң, уәденің шыға алсаң, негізі көп нәрсе жауапкершілікке пайдалы. Қазіргі жастар көбінесе жауапкершілікке өте төмен қарайды, нақтырақ айтқанда қазіргі уақытта. Демек, сізге де әскердің үйреткен сол жауапкершілікті өз мойныңызға алу, солай ма? Қазіргі таңда мен өзім барғаныма еш өкінбеймін, қуанбасам. Қазір барып, мысалы өзімнің керек нәрсемді
біраз нәрсемді үйрендім, көрдім. Қазір сол үйренген нәрсемді мен өмірлік мақсатыма қойдым. Жалпы сол жолда мен келе жатырмын. Бәрекелді. Демек әскер қатарында жүріп біріншіден өзіңіз жауапкершілікті мойынға алуды үйрендіңіз және жоспар құруды үйрендіңіз. Әрине. Өмірдегі бір міндетін атқарды. Өмірдегі бір міндетін атқарды. Парыз деп айтылады ғой. Әрбір жігіт өзінің отанын қорғамаса, ол отан деген не? Өзің семьяң. Бірінші очередь. Өзің ата-анаң, әке-шешең, бауырларың, болашақ жарың. Бірінші уақытта отан деген сол кісілерден басталады. Сен барсаң, өзің әке-шешеңді, бауырларыңды, ағайын туысқандарыңды құтқаруға және қорғауға барасың. Сол нәрсені үйренесің. Мысалы бізге былай мысалға келтіре салайықшы. Бізге шет мысалы басталып кетсе, жаңағы шабуыл басталып кетсе, қолыма қару алып жүгіріп кеттім емес қой. Оның мысалы өзінің қалай айтсам болады, дұрыс тактикасы бар. Дұрыс тактикасы бар. Оны дәрежелеп тазалап тұрмаса, ол нәрсе атылмайды. Оның әр нәрсенің өзінің процесі бар. Сол нәрсені білген адам өзіне жеңіл болады. Білген адам осы заттарды жай ғана қолданбай, профессионалды деңгейде қолдану мүмкін. Ол барғаннан кейін барып не болу. Және кем дегенде бұл қаруды енді әрбір ер азамат қолдана білу керек қой енді. Білу керек қой. Кез келген сәтте отан қорғау үшін. Мектептің өзінде де бар ғой. Алғашқы әскери дайындық сабағында. Сабағы. Айбол мырза, енді өзіңіз де осындай бір әскер қатарында жүрген, әсіресе енді жаңа солдат атанған кездегі бір қызықтарыңызбен бөліссеңіз, оқиғалармен, сізге бір ерекше тәжірибе болған оқиғалармен. Мен енді республикалық ұлан қатарына шақырылған кезде рәсімдік ротасын, жаңағы форма кию дегендерді шынымды айтқан кезде білген жоқпын. Өйткені әскерге шақырылдық та республикалық ұлан қатарына шақырылғаннан кейін бір айлық үйрету кезең болады ғой, учебный батальон дейді, ол кезде аталатын. Сол кезде менің командир отделением бөлімше бастығым жаңағы. Сол форма киіп келеді. Форма көк көмбек әдемі ана формаға қызықтым, қатты қызықтым. Қызықтым да, содан кейін мені бөлген кезде өзіңізбен бірге ротаңызға алып кетіңізші, мен сізбен бірге барғым келеді, мен осы ротада служить еткім келеді деп. Рәсімдік ротасына. Сөйтіп мені басында алмай қойды да, басқа батальон особое назначение деген болған ол кезде. Сол ротаға ауыстырып жіберді. Одан кейін мен жалынып жүріп, командир звонама, жаңағы бөлімше командиріме жалынып жүріп, мен алыңызшы, менің ауыз деп. Содан кейін ол жақта жаңағы РПК-ға бойы ұзын бір баланы таңдап алып қалды ғой. Оны Астанаға алып кетті де, бойы ұзын Астанаға керек деп. Астанаға стандартта бәрін алып кетті, бойы ұзын. Ақордада, президенттердің алдарында болу керек. И жаңағы бір орынға бос болды да, мен алып кетті. Мен ол жерде физически да, білім жағынан да кішкене жоғарырақ болды да, өзімде талпынысым болды, сол ротада қызмет еткім келген еді. Жалпы республикамыздың қай өңірлерінен жаңағыдай өзіңіздің қарулас достарыңыз болды, немесе әлі күнге араласып тұрасыздар ма дегендей? Негізі, өте көп. Примерно оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс, барлық өңірлерден бар. Негізі қай қалаға барсам да, қай қаладан келсем де, бәрі қуана, құшақ жая қарсы алып болады негізі. Таңғаламын да осы, әсіресе халық арасында палчандар дейді ғой, бірге қызмет атқан жігіттерді. Қарулас достар ешқашан ұмытпайды бір-біріне. Басқаша бір-біріне деген бауырлық махаббат айта алмаймын, ықыласын бір-біріне. Бір жылдық бір төсекте, бір азында тұрсаң да сол адам, кешке жатсаң да сол адам, тамақ ішсең де сол адам, нарядқа түссең де сол адам, жаттығу полигонына барсаң да сол адам. Енді ол нәрсе өте қызық. Сөздің ашығын айтқанда, негізі оқу жаттығулар, әскери оқу жаттығу деген негізі өте қызық нәрсе. Әр нәрсенің өзінің қағидасымен қызықты. Ол нәрсе жаттығу полигонына барғанда бізде солдаттар окоп дейді ғой. Бізде қазір жас балалар көпсі. Ондай окоп, және ондай нәрсеге істеп көрмеген, қазып көрмеген, қара жұмыс істеп көрмеген әскерде өз-өзінде қалайсың? Жеке тұлға ретінде басқа да жаңа физически жағынан шыңдау нәрсе ғой, негізі мақсаты әскердің. Түсінікті. Ал енді жігіттер, келесі кезекте біз үлкен бір тақырыпқа ойысайық. Енді жаңа Айбол мырза өзінің
әскери мансабында қызық оқиғалармен бөлісіп жатыр. Нұрбақжан жиған тәжірибесімен бөлісті. Даниярдың барғысы келетінін түсініп отырмыз. Ал енді қазіргі таңда мынау жаңа Қазақстанның жалын жастары неге әскер қатарына барғысы келмейді? Онда осы сұраққа жауап іздеп көрейікші. Әркім өз нұсқасын ұсынып көрсін. Қазір енді шынымен де бұл мәселе мемлекет басшысының өзін толғандырып отырған мәселеге айналды. Одан қалай бір жыл сайын әскер қатарына барсаң қандай да бір жеңілдіктер, жаңағы жоғары оқу орнына байланысты үлкен де бір мүмкіндіктер сыйланады деп жатыр. Жалпы енді осы сұраққа үлкен буыннан бастаймыз ба, немесе қазіргі жастардың өзінен бастаймыз ба? Данияр, мысалға қазіргі жаңа заман жастары, өзіңнің замандастарың неге әскер қатарына барғысы келмейді деп ойлайсың? Барғысы келмейді деп олай ойламаймын, шыны керек. Бұлай негізі статистика бойынша шыны керек солай болып тұр енді. Олар тек жаман жақты ғана көріп қалады ғой. Оның жақсы жақтары да бар. Сол арқылы жұмысқа кірсең, кейбір барлық деп айтпаймын, кейбір жігіттер оқуын тастап кеткен болу керек. Оларға армияға бәндегі әскерге бару тиісті. Өйткені ол 18-ге толып қойған. Ал сондай жігіттерге неліктен ол не келеді, шақыртылу келеді. Олар ары қарай жұмысын жалғастыруға, оқуына болмаса басқаша өзінің карьерасы арқылы жүріп кетуге, адам болып кетуіне, өз-өзін шыңдауға деген мүмкіндікті сыйлау үшін армияға әскер деп. Кейбір жастар түсінбей жатады. Кейбір жастар олар тек андайларды ойнайды ғой, бәндегі ерте тұру, окоп, бәндегі жүгіру деген сияқты. Уақытша қиындықтар, бұл негізі жаңағы Нұрбақ айтпақшы, бұл тек қана қиындықтар емес, бұл өзіңнің тұлғалық дамуың үшін керек процестер бұның бәрі. Өз-өзің өмір сүруіңе керек заттар ғой. Демек жастар осы бір қиындықтардан қорқа ма? Қорқады деп ойлаймын. Тәуекел жетпейді. Өйткені олар бәндегі айтқандай ерке ғой, каждый өз үйінің бастығы деп айтайын ба қазіргі таңда. Еркесі. Ал енді келесі кезекте Нұрбақ, сен жауап беріп көр ал. Негізі қазіргі таңда жас буындар әскерге баруға қорқады көбінесе. Көбісінің аузынан еститініміз, ой, азында тұрамыз, жаңағыдай жүгіреміз деген сияқты. Көбісінің ойында жаман нәрсе қалыптасып қалған. Күш көрсетеді дейтін нәрсе тағы бар. Негізі баяғыда ата-бабамыз, мен өзім мысалы атам жаңа шетелге асып барып әскери қызметін өтеп келгенде, ол кісілерде 1 жыл болмаған, ол кезде 3 жыл, 2 жыл болған. Мысалы мен өзім әкем де служить еткен. Мысалы кезінде менің әкем айтады өзінің қызықтарын, бізде әлде қайда үлкен кездері ғой енді ол кісі. Ол кісі айтады, әскерге бармаса қыздар қарамайтын деп. Ол кезде сөйтіп айтылатын. Қазір жастар ондай нәрсе ұмытылып бара жатыр ғой қазіргі таңда. Менің өзім сол кісілерден, ол кісілер де мен сияқты жас болды. Атам да, әкем де. Ол кісілер қорыққан жоқ, барды, аман сау келді. Қазіргі уақытта үлкен семьяның басқарушысы. Енді мысалы сол кісілердің артын қуалап, ата-бабамыздың артын қуалап мен де келе бауырым да келе жатыр, ағаларымыз да келе жатыр, інілеріміз де келе жатыр. Демек бұл жалпы ер азаматтар үшін үзілмеу керек қой. Үзілмеу керек. Ол нәрсе өзіміздің туған жеріміз, ата-бабамыз бізге қалдырды ма, осы нәрсені біз дағанса біздің ұрпағымызға қалдыруымыз керек. Ол нәрсе міндет бізге. Данияр, осы ретте өзің әскерде болған жас ретінде айта кетші, жаңағы әскердегі әлімжеттікке байланысты. Әскерде әлімжеттік па? Әлімжеттік баяғы замандай жоқ, өте. Қазіргі тамағың болсын, төсек орның болсын. Сен жаңадан бардың ба, саған ешқандай пайдаланған нәрсе бермейді, саған бүкіл нәрсе жаңадан беріледі. 1 жылда, қалайтсам 1 жыл емес, мен сізге былай айтайын, 3 ай сайын жаңа форма беріледі. 3 ай сайын неге 2 ай сайын, неге 1 ай сайын демейді, неге 3 ай сайын. Өзің бір саған киім берді ма, форма берді ма, сен оны ұқып ұстауың керек. 3 айды ішке жеткізсең, сол форма таза күйінде. Ол уже өзіңе деген құрметті үлкен. Өз-өзіңе қарауың, тазалауың. Кейбір балдар барады, ой, нандай, жаңағыдай, қалайтсам болды. Бозо жаңағы бағынбасам, ұрады ғой, бүйтеді ғой, бүйтеді, сөйтеді ғой деген сияқты. Қазіргі таңда армияда ешкімді ұрмайды, ешкімнің басы екеу емес. Армияның өзінің заңдылық қағидалары бар. Моральный емес, физический деп айта салайын. Физический, қалайтсам болды. Режим бар. Физический режим бар, тактикамен жазалайды. Ол физический саған зияны жоқ, ол өзіңе пайдасы болмаса,
деген егер қателік жібермесең ешкім жаза алмайды сені. қателік жібермесең ешкім еште саған кеп кегілмейді негізі. Өзіне өзге соқтықпайды ешкім. Ешкім соқтықпайды. Бір жылдық армияң сол нәрсемен қызықты негізі. Ол көбісі қиын деп ойлайды ғой негізі. Оны көзбен көрмей ешкім айта алмайды. Нұрбақ, демек менің түсінігім бойынша сен енді айтқан пікіріңнен түсінгенім сол, әскери өмірдің саған берген пайдасы жалпы өзіңнің жаңағы өміріңе бір режим қойып берді ма? Режим қойып берді. Мақсатқа жету үшін. Әрине, мақсатқа жету үшін де, басқа үшін де. Жазалады емес, жазаламады емес, жазалады. Бірақ физикші жағынан. Ол өзіме пайда. Ол өзіме ертең келешекте істемеуіме кепіл болған нәрсе де ол нәрсе. Өкінген емессің? Өкінген емеспін. Түсінікті. Ал Айбол мырза, сіздің түсінігіңізде енді сіз одан үлкен бір жаңа буын әскерге бармау үшін жалпы қазіргі жастардың әскер қатарына барғысы келмейтіндігінің негізгі себебі неде ойлайсыз? Немесе бұл сұрақ сіздің алдыңызға шықпаған шығар. Өйткені айттық қой, әскери бағыттағы элита бұл жаққа енді қайта барғысы келетіндер ғана Айбол мырзаның алдынан шыққан болуы мүмкін осы уақытқа дейін. Мысалы өзіңіз айналаңызда, ауылыңызда, ізіңізде деген інілеріңіз мысалға сізге қызығып деген секілді. Бәрі айтқан шығар, мысалы сіз секілді әскери қызметкер болғым келеді, сіз сияқты мемлекеттік қызметке болғым келеді деген секілді. Негізі соқтыспадым. Өзім араласатын енді ортамда барлығы СГО болмасын, жаңа мемлекеттік қызметінде болмасын, басқа әскери бөлімдерде және достарым өзі Қапшағайда, ДШВ-да, Каспийде, теңіз әскерінде жаңа оқу оқып, АВКУ-ды бітіріп, офицер болып, қазір бөлім бастықтары болып отырған достарым. Енді әскерге бармай қалған достарын кем деген асыз. Олар енді денсаулық жағдайына байланысты, отбасы жағдайына байланысты бара алмағандар болды енді. Түсінікті. Ал енді Данияр, Нұрбақ, сенен сұрағымыз келетін сол, мысалға Нұрбақ, қазір сен әскерден келгеннен кейін жаңа айтып қалдың ғой өзіңде, кеңес заманында шынымен біздің әкелеріміз сарбаз болып жүрген заманда әскерге бармай қалу негізі ұят еді жігіттер үшін. Ал енді қазіргі таңдағы мынау енді қыздардың талабында ше, осы әскерге барғасың ба деп сұрай ма қыздар? Танысқан кезде мысалға ол маңызды ма қазіргі таңда? Қазіргі таңда әрине сұрайды. Сұрай ма? Әрине. Енді ол әскерге барып жаңағыдай айтсам болады. Өз-өзін дәлелдеп келген адам еш уақытта еш нәрседен қысылмайды. Өз-өзін дәлелдеп келді ма, ол бүкіл нәрсеге дайын тұрады. Өзіңе сенімдісің. Өзіңе сенімдісің. Болашақ келесі жаңағыдай алдыңа бір қойған мақсатың болса, істейтін тілегің болса, жаңағы әрекетің болса, уже ары қарай әрекет етуге еш қорықпайды, мойынсұнбайды да. Жалпы сондай нәрсе. Түсінікті. Ал Данияр, сен үшін айналаңда қыздардың осы жігіттерге қойған талабында бар ма қазіргі замандастарыңда? Иә, әрине. Бар ғой. Жаңағыдай өзіңнің міндетіңді ғой сол. Өзің міндетіңді біле ма, білмей ма деген қыздарға негізі андай ұқыпты жігіттер қазіргі таңда ұнайды ғой. Соған сөйтіп енді ұқыптысың ба деп сұрағысы келмей, былай армияға бардың ба дегенде бүйтіп намектауға мүмкін. Ондайлар бар. Барлық жас буындар барып жатыр, аман-есен қайтып жатыр. Енді көбінесе көп балалар ойына жаман нәрсені қалыптастыра берген, ол нәрсені шығарып, өз көзіңмен көрмей, ешқашан тон пішпеу керек. Негізі қазіргі уақытта көздер бармайды. Жаңағыда әлеуметтік желіде әркімнің айтылған ақпаратын естіп алады да, оны жария салып әр жаққа жібере береді. Ол нәрсе дұрыс емес негізі. Бауырымыз барып жатыр, өзі қызығушылықпен көріп жатыр. Ертең бұл да мен сияқты келеді. Бұл бауырымнан кейін де баратын жас буынға бұл бала үлкен тұлға, үлкен үлгі болады негізі. Мен де өзім барған кезде осы кісілер артымыздан келетін жаңағыдай інілеріміз бар, бауырларымыз бар. Сол кісілерге үлгі болсақ деген негізі ниет болған бізде де. Сол нәрсе мысалы өзіміздің ойымдағыдай болған нәрсе болып жатыр. Қорқудың қажеті жоқ деп өзім өз басым айтсам. Бұл негізі ішкі қорқыныш және бір тағы бір эмоционалды шешім бар. Жалқаулық сияқты бір жағынан. Жаңағы режимнің бәрін көндігу бар. Жалқаулық неден? Ол телефоннан басталады. Телефоннан басталады. Көп жастар кішкентай кезінен, жастар емес, бөпелер деп айтайын. Бөпелердің өзі телефонмен қазір өсіп отыр ғой. Ал осы жағдайдан бастап, қазіргілердің өзі біздің өзіміз доп ойнап, асық ойнап өскеннің өзінде
осы енді жасы құрдастарымыздың өзі баруға аяқ тартып отыр. Ал кейінгі болашақта енді айта алмаймын. Демек бұл мынау алаңсыз смартфонға байланған буынның үлкен проблемасы ғой негізі ғой. Иә, мәселесі ғой, үлкен мәселе болып тұр ғой. Негізі соңында сұрай кетейікші, қазір өзіңіз қай жылғысың? 2008. 2008 жылғы жігіттер қай уақытта телефон ұстадыңдар ең алғаш? 2015-те шығар. Жасымыз бір. 18-лерге жақындаған кезде әпкелеріміздің жалпы бастауыш сыныптан бастап, бастауыш сыныптан бастап телефон болды. Ол телефон дегенде де ондай YouTube көріп болмаса ойын ойнау емес қой. Бір андай мынау телефон екен ғой деп қызығып, бір-екі әпкелеріміздің, ағаларымыздың телефонын. Жеке өзің телефон болған жоқ, тек сол кісілердің? Болған жоқ. Сұрағым келетін сол, өйткені айтып қалдың ғой, соңында доп ойнап, асығы ойнап өскен буынның соңы біз ба десек, негізі әлі де бар екен. Осындай бір физикалық, көшеде ойнап өсіп, негізі бала болып ойнау керек қой арасында. Демек, балалық шағы болмаған, алаңсыз смартфонмен өскен, тек қараңғы бөлмеде түкпір тамда телефон шұлап өскен балалар кейін тек отанын емес, өзін де қорғай алмай қалады кейін. Енді үлкен мәселе негізі алдын алуға болады. Нұрбақ өте жақсы айтып кетті, әлеуметтік желі беттерінде хайп қуған заманда әсіресе біздің жанымызға бататын да сол, тіпті ақпарат саласында кейбір әріптестеріміз осы бір көп қаралым жинайды, жаңағыдай елдің арасында шулы әңгімені көпшілікке таратып, бөлісіп, одан сайын ата-ананың ішкі қорқынышын арттырып, одан қалай балалардың ішкі қорқынышын одан сайын еселеп жатады. Шынымен де бұл негізі қоғамның ортақ мәселесіне айналды. Телефонды ұстағанда андай жаман деп айтып жатқан жоқпыз, просто андай жақсы жаққа қарай қолдану қажет та. Не ұстасаң да, не жасасаң да жақсы жаққа қарай қолдану керек, өзіңнің пайдаңа қарай. Қазіргі таңда енді ақпараттық заман болғандықтан оған енді еш өкпеміз жоқ. Иә, ешқандай шектеу қоя алмайсың. Шектеу қоя алмайсың оған. Таңдау керек өзіңмен. Жұмыс жасау керек, бірақ бос уақыт өткізбеу керек та. Сонымен жұмыс құрал ретінде ойлап, сонымен жұмыс жасау керек деп ойлаймын өзі жоспар. Түсінікті. Ал ендеше құрметті қонақтар, негізі шынымен де бүгінгі әңгімеден түйгеніміз сол, жалпы ер азамат өмірге келгеннен кейін әрбір тек қана адамдар емес, жалпы әрбір жануардың да өзінің бір миссиясы бар ғой өмірге келгенде. Сол сияқты біздің де ер азаматтың өмірге келгендегі негізгі миссияларының бірі осы өзінің отанын, отбасын, жақындарын қорғай алуы. Ал енді одан қала берді, дені сау еркектің өзіңіз айтпақшы, ең алғаш өмірге келдің, мектеп қабырғасында бозбала болып жүрдің, ата-анаңның қарауында болдың. Одан кейін үлкен өмірге қадам басатын тұста үлкен бір екі таңдау бар. Жаңағы немесе сіздер айтпақшы жоғарғы оқу орны бойынша өзіңнің бағытыңды алып, кәсіби маман атанып кет, немесе осы бір жоғарғы оқу орнына түспей қалған жағдайда өзіңнің жас шағында құр жібермей, әскер қатарына барып, өзіңнің тұлғалық дамуыңды әскери бағытта, немесе сенің іште жатқан потенциалың бар шығар. Мүмкін сен керемет жауынгер шығарсың, немесе керемет сен мерген шығарсың, немесе қарумен жұмыс істеуге көбірек епті шығарсың. Демек, менің түсінгенім сол, сіздердің әңгімелеріңізді жастық шақта текке өткізбеу керек. Мен бірінші айта кетейін. Мен әскерге барғанда менің ойлағанымнан артық нәрсе болды десем болады. Өйткені неге? Біз осылай 2024 жылы Петропавл қаласында су тасқыны болды, білесіздер, солтүстік Қазақстанда. Біз қайтуға, қайтсам болады, өзіміздің қайтуға уақытымыз, мерзіміміз жақындаған уақытта біз өзіміз жаңағыдай палшан дейді ғой, палшандар болып ақылдасып, барлық 100 қанша салат болса да бәріміз ақылдасып, осындай елімізге күн туғанда уже бастап үйрене берейік деген мақсатпен біз Петропавл қаласына барып су тасқынына өз еркімізбен дамы дейді ғой, дамы құрып Петропавл қаласын қорғап қалған жағдайымыз бар. Кішкентай де болсын өзіміз қосайық деп. Иә, ол нәрсе әшейін қараусыздан қалған жоқ. Ол үлкен жаңағыдай президентімізден кейінгі адамдардан үлкен марапаттау алдық. Үлкен жаңағыдай белестерге, жаңағыдай жұмыс орнына тұруға да үлкен сертификаттар көмек тиді. Жалғыз мен емес, менен бөлек қаншама баланы жоғары оқуына түсірді. Менің өзімді Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов атындағы университетке қалаған мамандығына оқуға түсуге мүмкіндік берілді негізгі уақытта. Демек, Петропавл қаласында жасаған ерлігің марапатсыз қалған жоқ. Марапатсыз қалған жоқ. Бәрекелді. Тамаша, ендеше құрметті жігіттер, сіздерге алғыс білдіреміз. Бүгін бағдарламамызға келіп, осылай әскери өмірдің қызығымен, ең бастысы шынымен де қазіргі таңда жастарды осы бір әскери бағытқа қызықтырудың негізі қалай айтсақ болады. Барлығымыздың естіп алған жаңағы ғой, ол жердегі әлімжеттік, ол жердегі ұрып-соғар, тәртіп, қиындық деген секілді. Мінекей әскерге барып, өзінің керемет тәжірибесімен бөлісіп,
пайдасының да тиген пайдасын алға тартып отқан керемет Нұрбақ өзінің пікірін білдірді. Одан қала берді мінекей болашақ жас сарбаз Данияр өзінің пікірін бөлісті және дәл осы салада қызмет атқарып жүрген және өзінің 14 жылдық әскери тәжірибесі бар және 17 мемлекеттің президентін көзбен көрген енді бір ерекше бақытты жандардың бірі Айболға алғыс білдіреміз бүгін студиямызға келгендеріңізге. Ендеше сендерге тек қана табыс тілейміз. Ең бастысы елерге аман болсын. Ендеше қымбатты көрермен, бүгінгі подкаст сіздерге пайдалы болды деген сенімдеміз. Ең бастысы сол, отанымыз аман болсын, жер бетінде тек қана тыныштық болсын.